Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз уақытты қалай өткізесің? Бүгінгі сабағымызда бір күнімізді қалай өткіземіз, яғни күн тәртібімізді айтып үйренетін боламыз. Ең алдымен тәулік бөліктерімен танысайық. Таңертең, күндіз, кеш, түн. Ал енді мен сіздерге өзімнің бір күнімді қалай өткізетіні туралы айтып берейін. Алдымен мен таңертең сағат 8:00-де ұйқымнан тұрамын. Содан соң беті қолымды жуамын. Беті қолымды жуған соң 20 минут жаттығу жасаймын. Содан соң таңғы ас ішемін, үй жинаймын, ыдыс жуамын. Содан соң фильм көремін. Фильм көріп болған соң досыммен бірге саябаққа барамын. Содан соң дүкенге барамын. Дүкеннен азық-түлік алған соң кешкі ас әзірлеймін. Кешкі асымды ішіп болған соң сабақ оқимын. Сабақ оқып болған соң сурет саламын. Содан соң 30 минут міндетті түрде кітап оқимын. Кітап оқып болған соң 22:00-де ұйықтаймын. Менің күн тәртібімді қаншалықты мұқият тыңдадың? Тексерейік. Мына сұрақтарға жауап бер. Мен беті қолымды жуып болған соң не істеймін? Дұрыс, 20 минут жаттығу жасаймын. Келесі сұрақ. Мен үй жинап, ыдыс жуған соң не істеймін? Дұрыс, фильм көремін. Келесі сұрақ. Мен дүкеннен келген соң не істеймін? Дұрыс, кешкі ас әзірлеймін. Ал мен ұйықтамастан бұрын не істеймін? Дұрыс, 30 минут кітап оқимын. Ал сіздің күн тәртібіңіз қандай? Осы сұраққа жауап беріңіз. Келесі тапсырма. Мәтінді мұқият тыңда. Сәлем, менің есімім Арман. Мен бүгін сіздерге өз күн тәртібімді айтып беремін. Мен күнделікті сағат 7:00-де ұйқымнан тұрып, төсегімді жинап, жуынамын. Одан кейін таңғы асымды ішемін. Сонан соң киініп, сағат 10:00-де университетке барамын. Университеттен келіп, түскі асымды ішемін. Одан кейін сабақ оқуға отырамын. Сабақ оқып болған соң 17:00-де достарыммен футбол ойнаймын. 19:00-де жаттығу залына барамын. Үйге келген соң жуынып, кешкі асымды ішемін. Содан соң фильм көріп, 22:30-да ұйықтаймын. Жарайсың. Ал енді мәтінге қатысты мына сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Арман сағат нешеде ұйқыдан тұрады? 7-де ме, әлде 8-де ме? Дұрыс, сағат 7-де ұйқысынан тұрады. Келесі сұрақ. Арман сағат 10:00-де қайда барады? Мектепке, университетке? Дұрыс, университетке барады. Келесі сұрақ. Арман түскі асын ішкен соң не істейді? Сабақ оқиды, немесе фильм көреді? Дұрыс, сабақ оқиды. Арман сағат нешеде жаттығу залына барады? 18:00-де, немесе 19:00-де? Дұрыс, 19:00-де. Келесі сұрақ. Арман фильм көрген соң не істейді? Кешкі ас ішеді, ұйықтайды? Дұрыс, ұйықтайды. Келесі тапсырма. Мені мұқият тыңда. Бұл Әлия. Ал енді Әлияның бір апта ішінде айналысатын істермен танысайық. Ол би үйірмесіне барады. Кітап оқиды.
спортпен айналысады, ас әзірлейді, велосипед тебеді, достарымен серуендейді, кездеседі. Ал енді мына сұрақтарға жауап бер, яғни дұрыс бұрыстығын анықта. Алия саябаққа барады. Дұрыс. Жүзуге барады. Бұл қате, ол жүзуге бармайды. Кітап оқиды, бұл дұрыс. Достарымен серуендейді. Дұрыс. Ән үйірмесіне барады. Қате. Велосипед тебеді. Дұрыс. Фильм көреді. Қате. Спортпен айналысады. Дұрыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.